Егер сен студент болсаң, өзіңнің бірінші курс кездегі ойларыңды еске алып көрші. Негізі бүкіл студенттер өзінің студенттік шағын қызықты, пайдалы, сапалы етіп өткізгісі келеді. Бірақ қазір сен сол орындасың ба? Бәрі сен қалағандай болып жатыр ма? Ал егер болмай жатса, себебі неде? Адам өз ортасындағы адамдармен әрекеттесу арқылы ғана шынайы дамиды. Бірақ қазіргі заманда құндылықтарын сай келетін, бірге дамитын ортаны табу қиын болып көрінуі мүмкін. Бірақ адам өзінен бастау керек. Яғни сенің өзіңнің ішіңде дамуға деген қалау болу керек, ұмтылыс болу керек. Біз осы факторлардың барлығын ескере отыра, Көзайым командасымен бірге өзіме сыр YouTube каналын ашу арқылы сіздерге дамытушы ортаны қалыптастыру жолдарымен бөліскіміз келді. Бірінші мақсат пайдалы болу. Негізі пайдалы болу деген сөздің мағынасы өте кең. Бірақ соның ішінде біз үшін ең маңыздысы дұрыс құндылық бере алу. Не үшін құндылық? Негізі құндылық деген кезде әр адамның ойына әртүрлі нәрселер келеді. Біреу үшін ол мәдениет, орта, ал біреу үшін ол технология, жаңалану. Ал біз үшін құндылық ол әр студент қыздың осы қоғамда маңызды рөл атқара отырып, қоғамға пайдалы бола алуы. Оның ішінде оның дамуы, адамдармен қарым-қатынас құруы және де бәсекеге қабілетті адам болып қалыптасуы. Екінші мақсатымыз аудиторияны кеңейту. Біздің үлкен мақсатымыз бар. Бұл бірге өсетін комьюнити қалыптастыру. Бұл тек YouTube арнасы емес. Бұл жер жастардың бір-біріне қолдау беретін, шабыт беретін, бірге дамитын ортасы. Әр студент осы жобаның бір бөлігі бола алады. Сіздің де осы жобаға қатысуыңыз басқа студенттердің шабытын ашады. Үшінші мақсат қазақ тіліндегі сапалы контент. Негізі Европа елдерінде және де өзге де дамушы елдерде өздерінің тілін, мәдениетін қалыптастыру арқылы, жаңғырту арқылы олар өзге ұлттағы адамдарды өзінің ортасына тартады. Сол арқылы олар әлемге әсер ете алады. Ал біздің мақсатымыз өзіміздің қазақ студенттерінің арасынан қазақ интеллигенциясын құрып, дамушы елдермен тең дәрежеде студенттерімізге қолдау білдіру. Бұл канал үлкен бастаманың алғашқы қадамы. Бұл жер дамуға, өсуге, шабытқа толы жолдың бастамасы. Егер сен де бізбен бірге өсуге, дамуға дайын болсаң, онда бізге қосыл. Алдағы уақытта сен күткеннен де көп қызықтар болады.